Dere 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 na dim ta dere na dere 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 na dim ta dere 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 na dim ta dere na dere 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 na dim ta dere. Қазақтар ежелден осы ырым сенген халық болған үшін қазіргі таңда көптеген ырымдардың түрлері бар. Мысалға айтатын болсақ, қыздар түнде шаштарын қиюға болмайды, бөтен адамдарға шаштарын ұстатқызуға болмайды, және де түскен шаш жерге тапталып жатпауы қажет. Қазақ халқы ежелден ырым сенімге сенген халық болған үшін қазіргі заманның қыздарына да тағы да көптеген ырымдар бар. Мысалы, түнде қыздар шашын кесуге немесе жіберуге болмайды, бөтен адамдарға қыздардың шашын ұстатқызуға болмайды, және де қыздар үнемі шашын өріп, буып жүруі қажет. Қазақ қыздары өздерінің шаштарына көптеген әшекей бұйымдар таққан болатын. Олар шомпы, шашбау, шаш шынжырлары, шаш сақиналары және тағы да басқалар. Сонымен қатар қазақ қыздары өздерін сәндеу үшін шекелік, сырғалар және тағы да басқа бұйымдарды таққан. Сонымен қатар бізде шаш ырымының бірнеше түрлерін атаймыз. Мысалы, ол французша, классикалық және де данша деген үрімдер бар. Сонымен қатар корона түрінде, тақия түрінде деген үрімдер де бізге белгілі болады. Шаш үрімдер бұл тек сән ғана емес, бұл тарих пен дәстүрдің бейнелесі. Әр үрімнің өз мағынасы және де ұлттық дәстүрінің бейнелесі бар. Қазақ қыздарының салт-дәстүрінде шаш үрімдері өз ерекше орын алады. Қос немесе көп немесе бұйра үрімдер әр өз эстетика мен символикаға ие. Табиғи тоқымдарды және жеңіл өрімді этностильмен толықтырып, сіз заманауи түрде жаңа шаш үлгісін жасай аласыз. Сонымен қатар ою өрнектермен безендірілген әшекей бұйымдар этностильді толықтырып, оның көркемдігін арттырады. Қорытындылайтын болсақ, бізде осы Қазақта, яғни табиғи өнім шаштың жинақы болуы, ол тек қана әдемілік және жинақы ғана қасиетін беріп қана қоймай, ол денсаулыққа да 100% әсер етеді. Себебі, егер де шашымыз жинақы болса, онда денсаулығымыз да мықты болады деген Қазақта сөз бар.